2D, 1 October evening. Bir қазан айындағы кеш дейді, иә? Енді оқылым дейді, reading. Мыналар тақырыптарды, мына параграфтерді оқимыз қазір. Read the story and order the paragraphs 1-6 дейді. Қазір бірінші параграф мынау болып тұр, иә? Мына параграфтерді оқисыздар дағыны, параграфтерді орын-орнымен қоясыздар. Ал енді оқып бастаймыз тапсырманы. Пауза қойып оқыңыз. Жақсы, мына бөлігінде оқыңыз, пауза қойып. Жақсы. Енді осы видеоны алға артқа жылжытып, мына параграфтерді орын-орнына қойыңыз. Бірінші параграф C. Қалғанын сіз дәптерге орындаймыз. Жақсы. Енді read the story again and answer the questions. Енді осы мынаны оқып, мына сұрақтарға жауап беру керек. Одан бұрын мен сізге қазір мына параграфтердің қатарын айтып шығайын. Жауабын айтам. Бірінші параграф C, екінші параграф F, үшінші параграф A, төртінші параграф E, бесінші параграф B, алтыншы параграф D. Дұрыс орындады деп сенем сізді. Қазір енді осы параграфты қатарымен оқып шығып, сұрақтарға жауап бересіз. Ал пауза басып оқып алыңыз. C-ді бірінші, одан соң F-ті оқып алыңыз. Енді A-ді оқыңыз, E-ді оқыңыз, B-ді және D-ді оқыңыз. Жақсы, енді мына сұрақтарға жауап беріңіз. Пауза басып, қаласаңыз, видеоны артқа жылжытып, тексті оқымасаңыз болады. Жауап беріңіз ойа. Ал енді тексерейік. Мен жауабын айтайын. Біріншісі, when did Hannah meet Jamie? Жауабы, in the summer of 2004. Келесі, why did Hannah go and speak to Jamie in the club? Жауабы, because she didn't like the music. Үшінші, why did Jamie play yellow? Because Hannah was wearing a yellow dress. Төртінші, what happened when Hannah left the club? Қана кеткен кезде жауабы, Jamie was waiting at the door and asked to see Hannah again. Бесінші, where did they go on their first date? They went to a French restaurant. Алтыншы, where did they go every evening? To a coffee bar in the high street. Жетінші, what was the weather like that evening? It was dark and raining. Сегізінші, why was Hannah driving fast? Because she was in a hurry. Тоғызыншы, why didn't she see the man? Because he was wearing a dark coat. Оныншы, what did she do after the accident? She drove to the coffee bar and then she went home. Он бірінші, was Jamie at the coffee bar? No, he wasn't. Он екінші, what happened 2 hours later? A policeman came to Hannah's house. Жақсы, ал енді жауап дұрыс еді деп ойлаймын сіздер. Енді мен параграф бойынша оқып берейін сізге, сонымен аударып берейін, иә? Жақсы, бірінші, Hannah met Jamie in the summer of 2004. Hannah Jamie'ді жаздың күні 2004 жылы кездестірді. It was Hannah's 21st birthday and she and her friends went to a club. Бұл Хананың 21-ші туған күні еді және ол достарымен бірге клубқа барды. They wanted to dance, but they didn't like the music, so Hannah went to speak to the DJ. Олар билескерді, бірақтан да олар музыканы ұнатпады. Сондықтан Хана DJ-ге сөйлесуге барды. This music is awful, she said. Мына өлең сұмдық, мына өлең жаман деді ол. Жаман дегенді awful деп айтса да болады, мынау асыра сілтеп bad дегеннен де жаманды білдіреді, иә? Және сәл жоғары деңгейлі сөз. Could you play something else? Сіз басқа нәрсені қоя аласыз ба дейді. The DJ looked at her and said, don't worry, I have the perfect song for you. DJ оған қарап айтты, уайымдамаңыз, мен сізге керемет өлең арнап қоямын дейді. F. 2 minutes later, he said, the next song is by Coldplay. It's called Yellow Ends for a Beautiful Girl Who's Dancing Over There. 2 минуттан кейін ол айтты, келесі соң Coldplay-дікі дейді. Coldplay деген группаның аты. Өлеңнің аты Yellow, сары деген өлең екен.
және де бұл әдемі қызға арналады, осында билеп жатқан. Hannah knew that the song was for her because she was wearing a yellow dress. Хана білді дейді, бұл өлең ол үшін екен, себебі ол сары көйлек киіп алған еді. When Hannah and her friends left the club, DJ was waiting at the door. Хана және олардың достарымен бірге клубтан кеткен кезде DJ оларды есіктің алдында күтіп тұр еді дейді. Hi, I'm Jamie, he said to Hannah. Сәлем, мен Jamie, деді ол Ханаға. Can I see you again? Мен сені тағы да көре аламын ба деп сұрады. So Hannah gave him her phone number. Содан соң Хана оған өзінің телефон номерін берді. Үшінші параграф A. Next day, Jamie phoned Hannah and invited her to dinner. Келесі күні Jamie Ханаға телефон соғып кешкі асқа шақырды. He took her to a very romantic French restaurant and they talked all evening. Ол оны әдемі французский ресторанға романтичный французский ресторанға апарды және олар кеш бойы сөйлесті. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Одан соң Jamie мен Хана бір-бірін күнде көрді. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee bar in the high street. Әр кешке Хана жұмысын бітірген кезде олар 5:30-да кофе барда Хай-стритте кездесетін еді. They were madly in love. Олар бірінің қатты жақсы көрді дейді. Келесі E. One evening in October, Hannah was at work. Бір күні қазан айында Хана жұмыста болды. As usual, she was going to meet Jamie at 5:30. Әдеттегідей ол Jamie'ді кездестіргісі келді 5:30-да. It was dark and it was raining. Қараңғы еді және жаңбыр жауып тұрды. She looked at her watch. Ол сағатына қарады. It was 5:20. Сағат 5:20 кетті уже. Сағат 5:20 кетті. She was going to be late. Ол кешігейін деп жатыр. She ran to her car and got in. Ол машинасына жүгіріп барып отырды. At 25 past 5, she was driving along the high street. Ол 5:20 кеткенде Хай-стрит бойында көлігін жүргізіп бара жатыр еді. She was going very fast because she was in a hurry. Ол өте жылдам айдап бара жатыр еді, себебі ол асығысқан еді. Келесі B. Suddenly a man ran across the road. Кенеттен бір ер адам жолдан жүгіріп шықты. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him until it was too late. Сондықтан Хана оны көрмеді. Кеш болғанша, дәл алдына шыққанша байқамады оны. Although she tried to stop, she hit the man. Ол тоқтауға тырысқанмен ол ер адамды соқты. Hannah panicked. Хана паниковать етті. She didn't stop and she drove to the coffee bar as fast as she could. Ол тоқтамады. Және ол қатты қолдан келгенше жылдам айдап кофе барға кетті. Көлігін жүргізіп. But when she arrived, Jamie wasn't there. Бірақ ол келгенде Jamie онда жоқ еді. She phoned him, but his mobile was turned off, so she waited for 10 minutes and then went home. Ол оған қоңырау соқты балаға, бірақ оның телефон номері өшіп тұр еді. Сондықтан ол және де 10 минут күтті дегені үйіне қайтты. Соңғы параграф D. 2 hours later, a police car arrived at Hannah's house. 2 сағаттан соң полицияның көлігі Хананың үйіне келді. A policewoman knocked at the door. Полицейский қызметкер, әйел адам есікті тақылдатты. Good evening, madam, she said. Сәлеметсіз бе, мадам, деді ол. Are you Hannah Davis? Сіз Hannah Davis'сіз ба, деді. I'd like to speak to you. Can I come in? Мен сізбен сөйлескім келіп тұр. Кіре алсам болады ма деп айтты, дейді. Жақсы, сіз дұрыс түсінді деп ойлаймын. Осы параграфтың барлығын өзіңіз дұрыс аударып, сонда да бір тексеріп аударып бердім. Енді grammar, so, because, but, although. Осы сөздер бойынша грамматика екен. Complete these sentences from the story with so, because, but, or although. Енді мынау осы төрт сөзді қолдана отырып, төрт сөйлемді толықтырамыз. Паузаны басып орындаймыз. So деген сондықтан дегенді білдіреді. Because себебі, but бірақ, although дегенмен деген білдіреді. So так, поэтому, because, потому что, but, но, although, хотя. Жақсы, паузаны басып, тасырманы орындаймыз. Енді мен жауабын айтайын. Бірдікі because, екінші she tried to stop. Although, екінші. Үшіншісі they wanted to dance
but they didn't like the music. But төртіншісі he was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him. So болады. Енді және де мына жерде мысалдармен көріп шығайық. So, because, but, although дегендерді because and so себебі және де сондықтан деген айырмашылығы. Потому что и так, поэтому дегендерде. She was driving fast because she was in a hurry дейді. Ол қатты айдап бара жатыр еді, себебі ол асығыс еді. Reason, себеп болып тұр бұл жерде, себеп салдар кезде қолданамыз because'ды. Келесі, she was in a hurry, so she was driving fast. Ол асығысқан еді, сондықтан ол қатты айдады. Бұл жерде result, результат, результатта қолданамыз. So, сондықтан ол қатты айдап бара жатыр еді, себебі асығыс еді. Reason, себеп. She was in a hurry, so she was driving fast. Ол асығысқан еді, сондықтан ол қатты айдап бара жатыр еді. Результат, result, Келесі, Hannah spoke to the DJ because they didn't like the music. Reason, себеп. Мұнда, Hannah DJ-ге сөйлесті, себебі олар музыканы ұнатпады. Енді, they didn't like the music, so Hannah spoke to the DJ. Result, результат мұнда. Олар музыканы ұнатпады, сондықтан Hannah DJ-мен сөйлесті дейді, результат болып тұр. Міндік қолданылуы. Енді, use because to express a reason. Because'ды қолданамыз, себепті білдіргіміз келсек. Use so to express a result. So'ды қолданамыз, результатты білдіргіміз келген кезде. Енді, but and although. Бірақ, және де дегенмен, дегеннің айырмашылығы. No и хотя. She tried to stop, but she hit the man. Ол тоқтағысы келді, бірақ ол ер адамды соғып кетті. Although she tried to stop, she hit the man. Ол тоқтағысы келгенменен, ол ер адамды соқты. It was late, but she couldn't sleep. Кеш еді, бірақ ол ұйықтай алмады. She couldn't sleep although it was late. Ол ұйықтай алмады, кеш болғанменен, Use but and although to show a contrast. But пен although'ды қарама-қарсы мағынаны білдіретін кезде де сөйлемдерде қолданамыз. Although can go at the beginning or in the middle of the sentence. Although дегеніміз сөйлемнің басында немесе ортасында келеді. Ал but деген ереже бойынша 98% сөйлемнің ортасында келеді. Ал енді тапсырманы орындап жүрейік. Complete with, мұна төрт сөздермен толықтырамыз, паузаны басып. Бірінші мысал, we couldn't find a taxi, so we walked home. Қалған қалай болды? Паузаны басып орындаймыз. Жақсы. Енді B тапсырмасы, қазір тексергенше B тапсырманы орындайық. Match the sentence half and complete with so, because, but, or, although. Half, sentence halves. Сөйлемдердің жартысын сәйкестендіремізді ғана мынау төрт сөзді дұрыс орнына қоямыз. Мысалға, біріншісі I was tired last night. Екен, so, сондықтан деген сөз қолдандық. So, I went to bed early болады. Қалғанын паузаға қойып, сіз орындаңыз тапсырманы. Тапсырманы жазбаша түрде дәптерге орындадыңыз, Енді мен жауабын айтамын. Бірінші A жаттығуында біріншісі бұл although болады. Екіншісі because болады. Үшінші but. Төртінші although. Бесінші so. Алтыншы because. Жетінші but. Келесі B тапсырмасында біріншісі so және E мен E оның жартысы. Екіншісі because, жартысы F. Үшінші although, жартысы D. Төртінші but, жартысы G. Бесінші so, жартысы H. Алтыншы because, жартысы A. Жетінші but, жартысы C. Сегізінші because, жартысы B. Жақсы. Енді осы жартысымен және ана сөйлемді қойғанымен дұрыстап оқып, 3-4 рет қайталап оқып шығыңыз, сол кезде есіңізде тез сақталады және дұрыс сөйлем құрау форматы да есіңізде қалады. Сау болыңыз, осымен сабақ аяқталды.